Сәлем достар, адамдар сүйектерін сындырып алса, ішкі құрылыстарында ауру немесе өзге заттар пайда болса, рентгенге түседі. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін рентгенге түскен ең сұмдық заттарды көрсетеміз. Венгрияда бір адам бүйрек ауруымен дәрігерге шағымданған. Дәрігер адамның айту бойынша бүйрегінде тас бар екенін түсініп, бүйрек тас ауруында біз операция жасаймыз. Бірақ операцияның алдында міндетті түрде рентгенге түсу керек деп айтты. Рентген адамның бүйрегінде 15 сантиметрлік, салмағы 1 килограмм 10 граммдық тасты көрсетті. Бұл рентген барлық дәрігерлерді таңғалдырған. Нидерланды елінде 52 жасар Маргарет Далман ішінің қатты ауруымен ауруханаға түсті. Рентген жасағаннан кейін дәрігерлер Маргареттің асқазанынан 78 түрлі қасық пен шанышқыларды тапты. Өз жұмысын жақсы білетін дәрігерлер барлық заттарды шығарып, әйелдің өмірін сақтап қалды. Бірақ дәрігерлер кейбір кездері өз жұмыстарын дұрыс орындамайды. Мысалы, мына еркектің ішінде операция жасалғаннан кейін осындай қайшыны ұмытып кеткен. Нью-Мехикода бір жігіт өз қызын ресторанға шақырып, романтикалық кеш барысында шампанның ішіне сақина салып жіберген. Керемет романтикалық кеш осылай аяқталды. Дәрігерлер қызға әрине операция жасаған жоқ. 1-2 күн күте тұрыңыз, өзі шығып кетеді деп айтқан. Мына қытайлық жұмысшы пневматикалық балғамен жұмыс істеген кезде абайсыздан құралды өз бетіне қаратып жіберген. Бұл сұмдық жағдайға қарамастан жұмысшы тірі қалды. Куала-Лумпур әуежайында полиция қызметкерлерінің көзіне алаңдап жүрген бір жігіт түсті. Оны тексеріс өткізетін бөлмеге апарып, рентген жасаған кезде жігіттің ішектерінен 54 капсула есірткі зат табылды. Австралиялық барда адамдар масайып, бір-бірімен қалжыңдасып, ойын төбелеспен аяқталды. Төбелес кезінде осы жігіттің көзіне біреу орындықтың аяғын кіргізіп жіберген. Ағаш көзіне кіріп, мойнынан бір-ақ шықты. Алланың қалауымен бұл жігіт тірі қалып, тіпті көздің көру қабілеті бұзылмаған. Түрмедегі адамдарға кейбір кездері күнделікті өмірдің заттары жетіспей, сол заттарды өз камераларына тығып алып келеді. Бірақ бұл адам тоқ ішегіне тығылған ұялы телефонды камераға өзімен алып кете алмай қалды. Су асты балық аулау кезінде қармақпен емес, арнайы найзамен қолданады. Бразилиядағы балықшы өзінің абайсыздығынан найзаны тура басына кіргізіп алған. Шошқаның еті мен суши жейтін адамдардың ағзасына аз мөлшерде етпен бірге кірген паразиттер болады. Бірақ мына қытайлық адамның денесіне жасалған рентген бүкіл әлемді таңғалдырды. Дәрігерлердің айтуы бойынша, бұл сұмдық мөлшердегі тері астындағы паразиттер шошқаның еті мен дұрыс пісірілмеген балықтан пайда болады. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, Пазл каналына жазылуға ұмытпа. Және өз достарына бізде күнде жаңа видео екенін айтып жібер. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассан, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсың. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.